Жасыл Алматы экология және қоршаған орта байқауының жер шарын сұлулығын сақтайық байқау көрмесі номинациясы бойынша видеоролигті тамашалаңыздар. Туған жердің табиғаты өзгеге ұқсамайды. Оны туған жерінің табиғатын сүйетін адам оңай түсінеді. Бұл әрине өзіндік болғандықтан ғана емес, сонымен қатар әр елдің жеке аумақтары болғандықтан, олардың өз кезегінде ерекше табиғаты бар. Оны есте сақтауға, зерттеуге, сүюге, түсінуге мүмкіндік беретін табиғаттың бірегейлігі. Көктөбе, Іле Алатауының бөктерінде көрікті жерде орналасқан төбе, Алматы қаласының оңтүстік-шығысында орналасқан. Абсолют биіктігі 1070 метр, салыстырмалы биіктігі 370 метрдей. Медеу спорт кешені, жасанды мұз айдыны бар дүние жүзінде ең ірі спорт кешені. Алматы қаласынан 18 км жерде Кіші Алматы шатқалында теңіз деңгейіне 1691,2 метр биіктікте орналасқан. Табиғи мұз айдыны ретінде 1951 жылы пайдалана бастады. Конькишілерге арналған жасанды мұз айдынының ауданы 10,10 метр. Жарыс жолының ені 5 метр, айналымы 400 метр. Шымбұлақ Қазақстандағы танымал тау шаңғысы курорты. Алматы маңында Іле Алатауының жотасында Медеу биік тау мұз айдынының сәл биігінде орналасқан. Шымбұлақта шаңғыдан бүкіл одақтық жарыстар алғаш рет 1950 жылы өткізіле бастады. Шымбұлақ шаңғы спорт базасы ретінде 1954 жылы жұмысын бастады. Көлсай көлдері Күнгей Алатауының құрметі және Саты ауылдарының бастау алатын кішігірім өзендер суынан пайда болған 3 көл. Көлсай көлдерінің табиғаты әсем тау шатқалымен жалғасады. Шарын шатқалы. Шарын өзенінің 154 шақырым бойлай жатқан табиғи нысан. Шатқал Алматы қаласынан 195 км-дей шығысқа қарай орналасқан. Шарын өзенінің барлық нысандары 2004 жылдың 23 сәуірінде құрылған. Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің құрамына кіреді. Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі. Іле Алатауының әсем алашақтарын қорғау, өсімдік жамылғысы мен жануарлар әлемін сақтау, туризмді дамыту мақсатында ұйымдастырылған. 1996 жылы Алматы облысы, Қарасай, Талғар, Еңбекші Қазақ аудандарының аумағында орналасқан Қаскелең, Пригород, Түрген орман шатқалдарының негізінде құрылған. Табиғатымызды аялау үшін Алматы қаласындағы Жарбұлақ өзенінің жағасын тазалау жұмыстарын жүргіздік. Табиғат тіршіліктің құт берекесі. Табиғатты қорғау міндетіміз. Қазіргі кезде экология мәселесі нашарлап кетті. Табиғатты қорғау, сақтау қазіргі жастардың қолында. Табиғат сөз жетпес сұлулық, баға жетпес қазына, көз тоймайтын әсемдік, айтып жеткізе алмайтын қыры мен сыры мол құбылыс. Біз табиғаттағы әрбір жайқалып тұрған ағашқа қамқорлық танытуымыз қажет.